Қазақ халқы үш бәйтерек деп атап кеткен Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин қазақ әдебиетінде айтулы ақын, қарымды қаламгер, дарынды драматург ретінде үлкен үлес қосты. Бейімбет Майлин, раушан коммунист. Бейімбет Майлиннің шығармалары ауыл өмірінің біртұтас көркем күнделігі, ғажайып суреттің шежіресі іспетті. Даңқы замандастары Бейімбет шығармашылығын солай қабылдап, солай бағалады да. Сондай шығармаларының бірі раушан коммунист. Бұл повестінде әйел теңдігі тақырыбы сөз болады. Сәкен Сейфуллин жаңа кезеңде жырлаған жаңашыл ақын. Ол қазақ әдебиеттің мазмұнын байытып, мәдени әдеби тарихты ерекше із қалдырды. 1914 жылы өткен күндер атты тұңғыш өлеңдер жинағы жарияланды. Тұңғыш өткен күндер өлеңдер жинағы Қазандағы Матбуғат Каримия баспасының басылымы шығарғанда Сәкен Сейфуллин 20 жаста еді. Кітапқа енген өлеңдердің әлеуметтік қоғамдық мазмұны, көркемдік эстетикалық ерекшелігі, поэтикалық ақындық қуаты, қаламгерліктің табиғи үздік талантын анық көрсетіп береді. Сәкен Сейфуллин өткен күндер. Судай толып бұралған, жібекке жасыл оранған, жас өрім, таудың жапырағы, сарғайып үзілді. Сымбат, сен не жайлы оқып отырсың? Ілияс Жансүгіровтің күй поэмасы жайлы. Онда не жазылған? Жансүгіровтің ай-күй тақырыбына жазған 3 поэмасы бар. Соның бірі күй поэмасы. Поэмада Ілиястың кіндік әкесі Молықбай кешінің өнері жайлы сыр шертеді. Молықбай шебер қобызшы, сазгер, емші, кеңестік қуғын-сүргіннің жазықсыз құрбаны болған жан. Поэма қобызшы портретін суреттеуден басталып, ол тартқан күйлерді, күй тыңдауға құмарланған балаларды, күйдің құдіретін, бозінген күй шерткен сырды, бағлан байдың байлығын, үкілеген бостайлықты, жетім тазшаның болжамын, інгеннің боталауын, ботасынан айырылған бозінген зары жайлы жырлайды. Ілияс Жансүгіров шығармалардың орны ерекше. Егер сіздерді ақын шығармалары қызықтырса, оқуға кеңес беремін.